Короче, солай, достар, поплакали, покакали. У меня все хорошо, не волнуйтесь ни в коем случае. Я просто плакала от того, что я признала свою ошибку и иду к исправлению. То, что я тоже как сказать, в каком-то образе я нарцисс, наверное. Нарцисс, абьюзер, моральный абьюзер. Называйте как хотите, но да. Соны мойындағаныма шүкір. Мойындап исправлениеға барып, мен оны просто словила на мысли. Қытайда жүрген кезде Баха начал менің интересам больше обращать внимание, забывал о своих интересах, о своей музыке. И я это все видела, и видела, как он разрушает себя изнутри, өзін жейді іште. Немен тұрдым, так не должно быть, так не должно, это ненормально деп. Короче, жылап кете беремін өзім. В общем, солай, достар, никогда өздеріңіздің интерестеріңіз үшін біреудің желаниясын жабуға болмайды, ни в коем случае. Біреудің интерестерін ұмытуға болмайды, тем более жанындағы адамның. А мен тупая овца, которая, саудаға барамыз, мы быстрее квартиру купим. Біз қазір Алматыда жүрсек рекламамен пока қашан жинап үлгереміз деп, давай сауда істеп тез квартираға жетейік деп. И, конечно, оның бәрі дұрыс қой, бірақ оны өзінің орнымен істеу керек та. А мен, короче, безалаберно істеп кеттім. Все. Біз енді ол Алматыда өзінің жұмыстарын тапты, концерттер бар, бұйырса иншаллах. А мен саудамен бұйырса екеуміз екі жақтан былай құямыз иншаллах. Қыздар, никогда, даже ни на секунду өздеріңіз жайлы ұмытпаңыздар. Біреудің спасатель болуды қойыңыздар. Бізді қыздарды қалай тәрбиелейді? Ты не должна быть эгоистка дейді бізге. Эгоист болмау керексің, сестренканы қарау керексің, братчиканы қарау керексің, сен спасатель болу керексің деп. Ал өскен өмірге келген кезде осы тәрбие не береді? Сен барлығына көмектесесің да, бірақ өзіңіздің өміріңіздегі ең важный адам көмексіз қалып кетеді. Ол сізсіз. Сізден ешкім көмек сұрамайды да, бірақ сен бәріне, ой, анаған көмектесу керек, мынаған істеу керек. Ең соңында келгенде өздеріңізбен қалғанда, ал менше деп қаласың. Но никто в этом не виноват, кроме вас. Это вы не думали о себе, а не окружающие. Сол достар. Тек бірінші очередь өздеріңізді ойлаңыздар, содан кейін қалғандарын ойлаңыздар. Бол, достар, соңғы сторис. Я просто хотела с вами поделиться. Мүмкін біреуге де бір пайдам тиіп қалар деген үмітпен айтып отырмын. И мен күйеуім постоянно айтады, Аружан, бірінші өзің көтеріліп ал шыңға, содан кейін ары қаратай қалғанын көтересің. Оны маған психологтар айтатын. Аружан, ты сначала сама вершинаға шығып ал, одан кейін бүйтіп тартқан жеңілірек қой, чем өзіңде жүк тұр, и сен қалғанын бәрін бүйтіп тасыйсың деп. Вот, достар, давайте бүгіннен бастап қыздар бірге синдром спасателяден айырыламыз. Бірінші очередь өзімізді ойлаймыз. Өзіміз уже наполненный болғаннан кейін, бізде бәрі күшті болғаннан кейін қалғандарына көмектесеміз, я, қыздар? Договорились. Я всех вас люблю. Сторисқа айтып жеңілдеп қалдым, жаңа жылап отқан едім. Сторисқа айтып жеңілдеп қалдым. Подругаларыма айтқан сияқты. Сол. Люблю вас. Көбісі Москва барсан, обязательно Красный площадьқа бар деп, бәрі сөйтіп айтады. Мен бияқта не қызық бар деп келдім. Енді мынаны қараңыздар, енді әдем болып тұр енді. Былай келесің да. И ана, оказывается, церковь екен. Мен білмеппін. Да. И білесіздер ме, қандай ой келді маған? Церковьтің ішіне бір кіріп көру керек, бір өзіме постоянно қызық болатын. Мынау енді сырты әдем болып тұр. Қазақстанда жүрген кезде Алматыда жүргенде қарап қоятын сыртынан. Бір ішіне кіріп көргенде тұрған ештеңе жоқ шығар. Жаңа сұрастырсам, оказывается, кешкі 6-ға дейін ғана жұмыс істейді екен. Соны, в общем, ертең кіріп көретін сияқтымын. Енді ол біразына қызық шығар. Іші қандай екен церковьтің деген. Ертең сіздерге көрсететін боламын стористе. Мен білмеймін, бірақ оның ішінде сторис салуға бола ма, болмай ма видео түсіруге. Осылай, короче. Всем привет, қалайсыздар? Тұр деген кішкене. Көзім қалай? Блефропластика сияқты болып тұр ғой кәдімгідей, қарасаңдар, бүйтіп ашқан кезімде. Короче, сағат қазір уже 2 болып отыр.
сағат 1-де тұрдым. Қазақстан сағатын есептегенде, бұл жақтікімен есептегенде 11 ғой. 11, 12, 1. Короче, 2 сағат артта Москва. Бізде сағат қазір 11, ойбай. Сағат 2 болса, уже 12 деген сөз. Солай. Ой, шаш. Енді кішкене қыдырғаным бар. Кішкене деп қоямын. Кішкене емес, нормально қыдырыс болды кеше. Прям жақсы қыдырып қойдым кеше енді. Бүйтіп арасында қыдырып тұрған дұрыс қой негізі. Арасында бір өзіме рұқсат беріп, қыдырып тұрған дұрыс негізі. Солай. Енді кеше қаншада шықтым мен? 3-4-те шықтым бәйбетте. Ой, сақын сағатын есептегенде. Сонда нормально қыдырып қойыппын. Деп осылай қыдырғаннан кейін ертесіне сөйтіп ойланып жататынмын мен ғана бәрін так. Қалай болды, қалай қыдырдым, бәрін ойланып жатырмын. Анализировать етіп. Солай.